Шайтанның азғыруы бір бөлек, нәпсінің елтуі бір бөлек. Оның үстіне бұл жерде енді Рамазан оразасы адамның жаңа айттық қой, шайтанның азғыруы бір бөлек, нәпсінің елтуі бір бөлек деп. Осы нәпсімен жұмыс істеуге, нәпсіні бағындыруға, өйткені бір жерден оқыдым, көп жағдайда адам күнәні нәпсісіне беріліп қойып істейді да. Ана күнәнің алдында жаңағы сабырдың түрлері бар емес па? Соның бір түрі күнәға сабыр ету деген. Көзің қызығып, нәпсің құмартып тұрған кезде өз-өзіңді ұстау ол да бір сабырдың бір түрі ғой енді. Біз соны игере алмағандықтан, яғни сол қасиетті меңгере алмағандықтан күнәға ұрынып қалып жатамыз ғой. Ал Рамазан бірден бір мүмкіндік бізге осы сабырды үйретеді. Міне алдыңда су тұр, ішпейсің, сағат ақшам намазың уақыты болған күтесің. Нан тұр, жемейсің, күннің батқанын күтесің. Яғни қарапайым дүниелер арқылы саған осы ұстамдылықты, осы сабырлықты үйретеді күнәға. Енді шынымен мына су қазір адал болғанмен Рамазанда ішсең күнә ғой, күндіз ішсең. Бұл да көз алдында тұрған күнә. Таза нәрсені Алла Тағала саған мысал әкеп берді. Осыған сабыр еттің, үйрендің. Онан кейінгі уақытта енді 30 күн бойы осыны бойыңа сіңіргеннен кейін ары қарайғы уақытта күнәға ұрынбауға, істемеуге бір үлкен сабырлықты үйрететін ай деп айтады енді.